Келесі каталог товаров. Каталог товаров деген кнопка бар. Каталог товаровтың ішінде сіз өзіңіздің кафеңіздің секциялардың барлығы көрсетіліп тұрады. Ыстық тағамдар, мысалға сорпалар, салаттар деген сияқты. Соның ішіне егер де пиццерис бүгін жоқ болатын болса, пиццаны өшіріп қоясыз, өйткені сізге түскен заказ сіздің кафеңіз көрініп тұратын болады клиентке. Клиент кіріп тағам таңдағаннан кейін атмен алатын болсаңыз, тамақ жоқ деп, онда ол өзіңіздің қателігіңізді ойсып береді. Бұл себептен міндетті түрде өшіріп қою керек пицца деген нәрсені, егер пиццерис жоқ болатын болса. Одан кейін тамақтар қосылды. Тамақтардың ішінде қазақша, орысша міндетті түрде жазылу керек, потому что программаны адамдар не қазақша, не орысша екі тілде де пайдаланады. Одан кейін барып порция деген нәрсе қосылды. Порциямен бөлінеді, то есть 0,5 литр, 1,5 деген сияқты бөлінеді бағаларымен да. Сосын добавить ингредиенты, то есть клиент ингредиент қоса алады. Егер сіз алдын ала ингредиент қойып қойсаңыз, мысалы сыр қосу, тағы да бір котлет қосу деген сияқты нәрсені платный қойып қойсаңыз болады. Немесе убрать ингредиенты. Кейбір кезде клиенттер ішінен пиязды алып таста дейді, немесе помидорды алып таста дейді. Сол кезде сізге чегіңізді көрсетіп тұрады, сызылып та мына нәрсені алып таста деген сияқты. Соған мән беріңіздер.